Жалпы Карпман үшбұрыш деген қандай үшбұрыш? Біз естідік Маслоудың үшбұрышы пирамидасы, Франклин үшбұрышы дегенді. Ал Карпман үшбұрыш деген қандай үшбұрыш? Көбінесе осы психологияда, психотерапияда кеңінен қолданылатын концепциялардың бірі болып саналынады. Автор Стивен Карпман, ол Колумбия штатында Вашингтон қаласында дүниеге келген. Әкесі Бенджамин Карпман психоаналитик, мамасы Мануэль Карпман әлеуметтік психолог. Әрине осындай психологтар отбасындағы бала да психологиямен ерекше қызығушылық танытып айналыса бастайды. Жалпы Карпман үшбұрышын ойлап тапқан автордың өмірбаяны өте қызық. Карпмандар отбасының негізгі қағидасы өзінің сүйікті ісіңмен айналыс, ұраны. Сол себептен әрбір Карпманның балалары өзінің сүйікті істермен, қызығушылықтарымен айналысқан. Тіптім Стивтің өзі университетте оқи отырып, медицина колледжінде оқыған, сонымен университетте оқи отырып, сурет салумен ерекше айналысқан. Оның суреттері қазіргі таңда өте тамаша туындылар болып саналынады екен. Қазіргі таңда Стив осы қалай сурет салу керектігі туралы да дәріс береді екен. 1960 жылдары Калифорнияға келгеннен кейін Стив Эрик Берннің транзактылы талдау концепциясымен таныса бастайды, сөйтіп қызығушылық танытады. Әсіресе адамдар ойын ойнайды деген кітабын оқи отырып, сондағы үш менге ерекше тоқталған Эрик Берн. Мен жүйесіне ерекше тоқталған. Яғни Эрик Берн транзактылы талдау концепциясында мен атана, мен ересек, мен кішкентай бала жүйесіне тоқталған. Соны зерттей келе 1978 жылдары Стив Карпман өзінің Карпман үшбұрышын ұсынды, былайша айтқанда қайықтағы үшеу деп те аталынады. Карпман сонымен қатар психоанализге өте үлкен қызығушылық танытты. Гештальт психологияға да ерекше қызығушылық танытты. Ол әкесі 1960 жылдары өзінің психоанализ саласында жан-жақты көптеген қалаларды аралап, семинарлар, вебинарлар, тренингтер өткізген. Әкесімен жүріп отырып, өзі де ойлаған, менде осы секілді үлкен психолог боламын, өзімнің бір жаңалығымды ашамын деген. Бір қызығы, әкесінің бірнеше кітаптары бар екен, бірнеше кітаптың авторы екен, Бенджамин Карпман. Мысалға, мынандай кітаптары бар екен: «Сексуальный преступник и его преступление» и «Женщина-алкоголик». Осы кітаптар тіптім Бостон қаласында тіптім шығаруға рұқсат етілмеген екен, оқуға да рұқсат етілмеген. Өте қызық, көру керек екен. Көбінесе Стивтің өзінің қағидасы кез келген жұмыс нәтиже әкеледі, бірақ оны барынтаңмен жасау керек деген ұранға, қағидаға сүйенеді екен. Сонымен қатар Стив тағы мынандай бір ұранды айтады: қолыңмен жұмыс жасама, басыңмен жұмыс жаса. Басыңмен жұмыс жасаған көп табысты әкеледі деген секілді. Стив Карпман қазіргі таңда өзі осы психология саласында жеке тәжірибеден клиенттер қабылдайды. Сонымен қатар өзінің осы Карпман үшбұрышын бір осы рөлдерден, осы Карпман үшбұрышындағы рөлдерден шығуға үлкен жол көрсеткен психологтардың бірі болып саналады. Қазіргі таңда психологияда, психологиялық кеңес беруде, психотерапияда Карпман үшбұрышы өте кең қолданылады. Енді біз соған тоқталып өтейік, қандай үшбұрыш және оның бұрыштарында қандай позициялар тұр. Бұл бірінші позиция құрбан, екінші позиция қудалаушы, үшінші позиция құтқарушы. Құрбан позициясы қандай позиция екен? Состояние жертвы дейді. Құрбан күйі, жертва күйі. Жертва позициясындағы адамдардың өзінің бет әлпетінен де, жүріс-тұрысынан де байқалынады. Олар өмірге өкпелі, тіптім жүрген кезде біршама еңкейіп, еңселер түсіп жүреді, бастары салбыраңқы жүреді. Егер біз физиогномикадан зерттейтін болсақ, ондай адамдар көп күлмейді екен, көздері мұңлы болып жүреді екен. Бұның бәрі біз
көбінесе деструктивті моделін айтып отырмыз. Алдағы уақытта одан қалай саналы шығу моделінде айтып өтемін. Құрбан позициясы қандай позиция? Түйінді сөздері. Құрбанның айтатын түйінді ключевые слова, түйінді сөздері. Жасауым керек, ту тегі, мәжбүрмін, қажет емес еді, қиналып тұрмын, яғни ылғи да өкіну, яумаса кінәлау біреуді, өзін қинау, қыштау, мәжбүрлеу өзін. Өзін сезінуі қандай? Өзін сезінуі көбінесе сенімсіздік, қорқыныш басқан, шарасыздық, ашушаң, өкпелегіш, өзгені кінәлау, өзін кінәлау. Көбінесе құрбан позициясындағы адамдарды зерттейтін болсақ, олар өзінің балалық шақтарын өкпелі, өзінің әке шешелеріне өкпелі. Яғни мен бұндай болмас едім, менің мамам кінәлі, яғмаса менің әкем кінәлі деп, ылғи да сондай күйде ену. Әрине бұл өте бір қиын позиция. Одан да саналы шығу керек. Келесі есебі қандай? Маған жаны ашыса екен, өзіне көңіл аударғанды ұнатады, бәрі мені ойласа екен, мені аяса екен. Ондай адамдардың жауапкершілік төмен, көбінесе жауапкершілікті басқа біреуге ысырғанды жақсы көреді, яғни өзіне жауапкершілікті алмайды. Шығыны қандай? Шығыны, құрбаны шығыны өте көп, мүмкіндіктерді жіберіп алу. Өмір ағымында, жұмыс саласында бір үлкен мүмкіндіктер келген кезде көбінесе артқа қарай шегінеді. Мен қолымнан келмейді ау деген бір сенімсіздік. Сонымен қатар тәкаппарлық та бар. Бақыт пен махаббатты сезінбеу, яғни айналадағы адамдардың бір қуанышты, бақытты сезінбеуі. Көбінесе маған аяса екен, маған жәніші ашса екен, маған көмектеші деген позицияда жүреді екен. Әрине, осы тұста құрбан бар жерде міндетті түрде қудалаушы бар. Яғни былайша айтқанда оларды тиран деп айтамыз, яғмаса айыптаушы деп айтамыз. Қудалаушының түйінді сөздері қандай? Түйінді сөздері: менікі дұрыс, ол кінәлі, көрсетем оған. Көбінесе біреуді айыптау, яғни өзінің дұрыстығын ылғи да дәлелдеу. Ылғи да мен көрсетем. Тіпті олардың жүрісі қатты жүреді. Содан кейін олар қараған кезде көбінесе қабақтарын шытып алып жүреді. Өйткені біреуді айыптағанды жақсы көреді, біреуді кінәлағанды жақсы көреді оларда. Я болмаса жаңағы құрбанды көрген кезде олар автоматты түрде соларға тиіскісі келіп тұрады. Тіпті олар құрбан адамды таппаса да, міндетті түрде құрбан бір позицияны тауып алады. Мемлекет тауып алуы мүмкін, бір жағдайды тауып алуы мүмкін. Сөйтіп біреуді кінәлау, болмаса бір жағдайды кінәлау деген секілді. Соны айыптау. Өзін сезіну қандай? Үстемдік. Мен бәрін білемін, менікі дұрыс. Яғни көбінесе көкіректерін мен білем, менікі дұрыс. Яғмаса көбінесе мынандай саусақ, қол позициясын менікі дұрыс деген секілді. Яғни осының жестикуляцияларды көбірек қолданылады. Есебі қандай? Есебі олар ойлайды, ақиқат үшін күресіп жатырмын. Болмаса құрбанды оятып жатырмын. Құрбанға көмектесіп жатырмын, оны айыптай отырып. Болмаса оған мотивация беріп жатырмын деп ойлайды. Саналы түрде алдағы уақытта мен айтамын, ол мотивация беріп жатыр. Ал қудалаушы позициясына деструктивті тұрса, ол керісінше мотивация беріп жатқан жоқ. Керісінше ол адамды тұңғиыққа салып, оны апатияға, депрессияға апарып жатыр. Яғни оны басып шаншып жатыр, былайша айтқанда. Есебі көбінесе айтамын, олар шындықты айтып жатырмын, әділдікті айтып жатырмын деп ойлайды. Сондай позицияны ұстайды. Мен әділдік үшін күресіп жүрген адамын деп. Әсіресе қазіргі таңда өте ондай адамдар жиі кездеседі. Қарапайым мысалға дәріхананың өзіне барған кезде, дәрі алып жатқан кезде, жаңадан орналасқан сатушы үлгере алмай жатыр. Сол кезеңде міндетті түрде осы қудалау шығады. Неге сен үлгере алмай жатсың, айқайлап, тез-тез жіберсеші, тұрып қалдық, күтіп қалдық деп. Осы кезеңде қудалаушы позициясы айыптау. Құрбан кей ол сатушы. Міндетті түрде қудалаушы бар жерде, құрбан бар жерде, міндетті түрде құтқарушы бар.
құтқарушы міндетті түрде. Сол мезетте кезекте тұрған бір адам айтуы мүмкін: қоя қойсаңыз, сабыр сақтаңыз, ол кеше ғана орналасты ғой, неге соншама айқай шығарасыздар деп. Осы кезеңде не болып қалады? Кішкене дау жанжалда болып қалуы мүмкін. Міне бұл қудалаушы, құтқарушы, құрбан күйіндегі позиция. Тіпті отбасында да жиі кездеседі бұл позиция. Қандай? Ене қудалаушы, ене қудалаушы, болмаса жаңа күйеуі құтқарушы, бастапқы кезде құрбан, ол жаңадан түскен келін. Бертін келе олардың рөлдері не істейді? Ауысып отырады. Яғни бұндай адамдар осы рөлдерді ойнаған оларға ұнайды. Осы треугольниктен, осы үшбұрыштан шыққылары келмейді. Алғашқыда мен айттым ғой, қайықтағы үшеу, қайықтағы үшеу болып саналынады. Енді қудалаушының есебіне тоқталайық. Жаңа айттық, есебін айттық, ақиқат үшін күресіп жатырмын, шындықты айтып жатырмын деп дәлелдеу, шығыны қандай? Көбінесе қудалаушылар қадір қасиеттен кішкене төмен қадір, оларды көбісі сыйлай бермейді. Қарым-қатынаста қиын, өйткені бұл қудалаушылардың достары мүлдем жоқ десек те болады. Мысалға, қудалаушылар содан кейін өте қаражатқа мұқтаж, ақшаны көп шығара бермейді. Болмаса бір жинау, бір ұйымдастыру болған кезде не үшін, неге, қанша кетті деген сұрақтарды көп қояды. Қудалаушының позициясы осы. Келесі позиция ол құтқарушы. Мен ойлаймын, осы құтқарушы позициясы өте тамаша позиция деп. Бұрында мен құтқарушы позициясында болған екен. Әрине бұл позиция бейсаналы түрде дұрыс емес. Қазір біз айтып отқан қарқын үшбұрышы бойынша. Енді қараңыздар, құтқарушы қандай? Спасатель. Құтқарушы тіпті оның бет әлпетінен көрініп тұрады, адамдарға көмектескісі келіп тұрады. Тіпті бір жерге келген кезде қандай проблема бар? Не бар? Шешеміз, көмек керек па? Қандай көмек? Жиі осы көмек керек па деген сөзді айтады. Байқап отырсаңыздар, сіздердің орталарыңызда, ұжымдарыңызда, тіпті отбасыларыңызда осындай адамдар кездесетін шығар, болмаса қарапайым жаңа ене мен күйеуі, жолдасы, келін арасындағын қарайық. Күйеуі жұмыстан келген кезде, бүгін не болды? Жағдайың қалай? Деп сұраудың өзі құтқарудың көрінісі. Сол кезде құрбан есе жылап жүруі мүмкін, яғни құтқарушы позициясында болып отыр. Құтқарушы, мысалы мен өзім тәжірибемде осы құтқарушы позициясындағы бір адам келген. Ондағы өмір бойы біреуді ойлау, ылғи біреуге көмектесу. Ең соңында өз отбасындағы балаларымен, жарымен қарым-қатынас қиындап кеткен. Ал енді құтқарушы позициясындағы адам бейнесі қандай? Түйінді сөздері жаңа мен айтып кеттім. Қандай көмек керек? Көмектесем, мен көмектесейін, тілімді ал, айтқанын жаса, менікін тыңда. Олар тыңдаса екен дейді, соның айтқанымен жүргенін де қалайды. Келесі, өзін сезінуі, білгіш, ақыл айтқыш, кеңес бергіш, көмектескіш, маңызды адам болып саналғысы келеді, үстемдік танытады. Есебі қандай? Есебі бақылаушы рөлінде. Ол бәрін бақылап қадағалағанды ұнатады.